Сапаев атындағы номер 40 жалпы білім беретін мектептің 3-ші А сыныбы оқушысы Абдрахман Айғаныммын. Мен көктемгі демалыстан Ганс Христиан Андерсеннің керемет ертегілерін оқыдым. Соның ішіндегі ең ұнағаным күміс тиын. Мен сол күміс тиынның сіздерге қысқасын мазмұнын айтып берейін. Сол күміс тиын бір саяхатшының қалтасына түсіп қалады. Ол мүлдем басқа елге барады. Ол жылы қалтада жата береді. Ол сол елдегі бір үйлердің жұмысшыларына түседі. Оның киімін жуайын дегенде, қалтасын тексергенде, соның ішінде күміс тиын жатады. Сәлеметсіздер, мен көктемгі демалыста оқыған ертегілерімнің бірі ол Жалмауыз аққу. Оның авторы Ханс Кристиан. Bir күні bir король болыпты. Ол корольдің bir ұлы, bir қызы болыпты. Bir күні олардың аналары дүниеден өтеді. Сөйтіп әкелері тағы бір рет үйленеді. Ол кезде олардың